الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, Алла қаласа бүгін біз Мабдул Қират кітабының бірінші томының 18-ші сабағын өтетін боламыз. Но кітаптағы дәрісті оқымас бұрын өзіміздің дайындаған парақтарға көз жүгіртейік. Бүгінгі біздің 18-ші сабақта келген сөздер қафлун, көпшесі ақфалун, немесе ақфулун, немесе қуфул. Бұлардың барлығы жалпы құлып дегенді білдіреді. Именно аспалы темір құлып, замок. Тура сол сияқты осы қуфл сөзіне бізде мизләж деген сөз арабтарда қолданылады. Мизләж деген мынау, мысалы қуфл деген кәдімгі кілтпен жабылып аспалы құлып болатын болса, мынау мизләж деген сырғытылып ашылып, сырғытылып жабылатын не құлыпты білдіреді, бізде. Сосын осы қуфл сөзі бізде қуфл сөзі. Негізі түбірі мынау бірінші баптағы мынау қафала яқфилу несі маздары қафлун, содан туындайды. Бұл жабу, бекіту, құлыптау, құлып салу дегенді білдіреді, немесе қор жинау, бір нәрсені жинақтау деген сондай мағынада қолданылады. Бірақ ол мағынада азырақ, көбірек қолданылатыны жабу, бекіту деген мағынасы бар. Осы сонда қолданылады көбірек. Қафала яқфилу болса. Ал егер де сіз қафала яқфилу, яқфулу деп, егер де бұның маздары қуфул ретінде маздармен алатын болсаңыз, немесе қафала яқфулу деп айтсаңыз, бұның тағы да қайтып оралу, кері оралу дегенде мағынасы бар, сапардан. Мынау мысалы керуен дегенді араб тілінде қафила деп атайды. Қафила, яғни қайтып келуші, қайтып оралушы, яғни керуен деген сияқты мағынада қолданып кеткен. Түсінік қой, демек мынау қуфл деген, құлып деген сөздің түбірі негізі етістігі ол қафала яқфилу, қайта бұл құлыптау деген сөз. Сосын осыған ұқсас қафала яқфулу дегенде, немесе қафала яқфилу деп те қолданылады, қайта оралу дегенде мағынасы бар. Осыдан бізде қафила, керуен деген сөз шығады. Тура сол сияқты бұл етістіктен туындап келіп, төртінші баппен жасалатын ақфала юқфилу, маздары иқфал деген етістік бар. Бұл бізде кәдімгідей жабу, бекіту, құлыптау дегенді білдіреді. Ақфала, ақфальту, ақфальтул баба. Мынау екеуінен қайсы көбірек қолданады? Есікті жаптым дегенде, есікті құлыптадым дегенде қайсы көбірек қолданады дейтін болсаңыздар, мынау көбірек қолданады. Төртінші баптың етістігі. Ақфала юқфилу, иқфал. Иқфал маздар, құлыптап қою деген сөз. Ақфала. Қафала деп айтсам бола ма, ұстаз? Иә, болады. Жақсы ма? Бірақ көбірек қолданатын төртінші бап. Тура солайынан ақфаланың қайта оралу, кері оралу дегенде мағынасы бар, бірақ та бұл көбінесе әскерге қатысты айтылады. Әскер соғыстан қайтып оралған кезде ақфалал джейшу деп айтылады. Әскер кері соғыстан қайтып келді деген сияқты. То есть қафала яқфилу, яқфулу мен бірінші баппен айтылғанда обычно керуенге айтылады. Қайтып оралды, сапардан деген сияқты. Ал ақфала юқфилу бұл көбінесе әскерге қатысты айтылады. Соғыстан қайтып оралды деген сияқты. Тура солайынан ақфальтул калама, ақфальтул хадиса деген кезде тоқтап тастадым, аяқтап тастадым әңгімені, теманы аяқтап тастадым деген сияқты мағынасы бар. Ең көп қолданатын мағынасы бұның жабу. Жабу, ақфала. Келесі сөз біздің сундуқ, көпшесі санадиқу. Ол бізде сандық, жәшік, қорап деген сияқты, және кейінірек касса дегенде мағынасы бар. Тура солайынан осы сундуққа ұқсас түрі жағынан емес, бір затты салып қоюға болатындығы жағынан ұқсас сөздер бізде илба, кішкентай ғана қорапша, илба. Хизана, шкаф, хазина, бұлда да қазына, шкаф дегенде мағынасы бар. Қафас, клетка. Оғанда да құсты салып қоюға болады, жаңағындай заттарды салып қоюға болады. Сәлла деген бар, бұл сетка. Мысалы, тоқылған шелекті сәлла дейді. Немесе баскетбол ойнаған кездегі допты түсіретін домалақ сетканы тоже сәлла дейді. Сол себепті бізде баскетбол дегенде курату сәлла дейді. Сетка және доп деген сөз. Курату сәлла. Хақиба, сумка. Картун деген бар. Картуну. Қазір кездегі сундуқ ол картун. Қазір кездегі картон жәшіктер бұл бізде сундуқ. Сосын хауия дегенде бар. Хауия. Бұлда да жаңағындай бір нәрсені салып қоюға арналған кез келген құты ыдысты хауия дейді. Мәләффун деген бар, бұл папка, кәдімгі қолымызда ұстап жүретін папка. Мәләффун және шанта, бұл сумка. Өзіңіз байқағандай, бұлардың барлығы сандыққа ұқсамайды, бірақ қай жағынан ұқсайды? Бір нәрсе салып қоюға болатындығы жағынан ұқсайды. Ары қарай мысалы бізде осы сундуқ деген сөз кейін келе сундуқул барид, почта дегенде мағынасы бар. Почта жәшігі. Хат салып қояды почта жәшігі. Сонымен қатар мынау мына жаққа секіріп кетті. Сундуқул иқтира деген бар, ол бізде мынау міне сайлау жәшігі, дауыс беретін.
дауыс берген кезде жәшік тұрады, біз соған дауыс саламыз ғой, сол жәшікті сундуқул иқтира деп атайды. Сундуқул иқтира, дауыс беру жәшігі. Енді осы сундуқ деген сөзден сандаққа деген етістік шыққан. 11-ші бап, сандаққа юсандиқу, және де маздары сандақатун, бұл бізде жалпы сандыққа салу, жәшікке салуды білдіреді. Сандақтул кутуб десеңіз, кітаптарды жәшікке салып қойдым, сандыққа салып қойдым. Сандақтул кутуб. Келесі сөз бізде құрал, өткен дәрістің жалғасы ретінде, то есть құрал. Михраз немесе михраз деп атайды. Бұл екеуде де бізде хараза яхрузу деген етістіктен туындаған. Хараза яхризу дегеніміз ойып тұрып тесу, бұрғылап тесу. Моншақ жасаған кезде осы етістік қолданылады. Моншақ жасадым деген кезде, мысалы, кішкентай тасты алдында харазтул хажара дейміз. Тасты харазту, мағынасы ішін ойып тестім деген сөз. Харазту ал хажара, мысалы. Немесе харазтул люа дейміз. Лю деген маржан тас болса, харазтул люа, маржан тасты ойып моншақ жасадым. Сонда мынау хараза яхризу, хараза яхрузу, және де бұның маздары бізде харзун. Осыдан туындап кеп михраз деген шығады. Михраз деген сөз біз. Бір нәрсенің ішін битіп тесіп тұрып, ойып тұрып тесік жасайтын құрал деген сөз. Михраз көпшесі, несі, тағы бір түрі михраз, екеуі де бірақ сөз. Просто алифі бар, алифі жоқ. Бұның михраздың көпшесі махариз, михраздың көпшесі махариз. Жалпы бұлардың бәрі біз, ойғыш, тескіш деген сияқты. Аяқ киім тігетін бізді де михраз деп атайды. Жақсы ма? Келесі сөз бізде бұлда да құрал, ашатын құрал бұл. Мифтах. Бұл бізде фатаха, яфтахудан шығады. Содан туындап кеп мифтах шығады. Қараңыздар. Фатаха дегеннің мағыналарын қарайық, қандай бар? Ашу деген бар. Жабық нәрсені ашу. Кез келген жабық кітапты ашуды фатаха болады. Жабық сандықты ашуды да фатаха болады. Жабық есікті ашуды да фатаха болады. Бір тема, көтерілмей жатқан бір тема, тақырып, бастап кеттің тақырыпты. Олды да фатаха болады. Сол себепті бізде бастау деген де мағынасы бар. Бастау, теманы бастау, тақырыпты бастау деген сияқты. Жақсы. Фатаханың тағы қандай мағынасы бар? Іске қосу. Мысалы, су. Фатахту ас-санбура дейміз. Немесе кранды санбур дейді, немесе ханафия дейді. Біз болашақта өтеміз. Фатахту деген кезде аштым деген сөз, яғни суды қостым деген сөз. Немесе фатахтул кахраба, фатахту нур деп айтамыз. Мен светті қостым. Іске қосу деген сияқты мағынасы бар. Жақсы. Ары қарай фатаха алу деген де мағынасы бар. Мысалы, фатху Макка дейміз. Меккенің алынуы дейміз. Мұсылмандардың Пайғамбар саллаллаху басшылығымен Меккені кейін жаңағыдай қайтып мұсылмандардың қолына өткізген кезде соны фатху Макка дейді. Меккенің алынуы дейді. Меккені басып алу, жаулау емес, кейбір адамдар сөйтіп аударып жатады. Олай емес. Ол Меккенің алынуы болады. Немесе Меккенің ашылуы. Енді ашылуынан гөрі алыну деген жақсырақ. Сондай-ақ фатхтың жалпы басып алу, жаулап алу деген де мағынасы бар. Басқаға қатысты айтайық. Мысалы айтайық, фатху Константиния, Константинопольді жаулап алу, басып алу деген сияқты мағына. Жақсы. Сонымен қатар грамматикада қандай да бір әріптің үстіне харакат фатха қой деген кезде ифтах дейміз. Немесе фатахту дейміз. Фатха қойдым деген сөз. Фатха харакатын қою дейміз. Енді мифтах деген сөзге келетін болсақ, құрметті бауырлар, бұл кілт, бұл именно осының мынау қаншама мағыналар бар болғанның өзінде именно осының ішінде мынау ашу дегенге қатысты қолданылады. Мифтах. Сосын барып мынау іске қосу деген бар. Осыған қолданылуға болады кейбір уақытта. Мысалы, мифтахул кахраба дейміз біз, яғни тоқ қосатын жаңағы включатель. Мифтахул кахраба. Сол себепті міне ажыратқыш включатель деген мағынамен келеді. Түсінік қой? Бірақ та анау шүмекке, суды ағызатын шүмекке оған біз мифтах деп айтпаймыз. Мифтахул ма деп айтпаймыз. Тек қана осы тоққа қатысты мифтахул кахраба деп айтылады. То есть мыналардың ешқайсысына мифтах деген сөз жүрмейді. Тек қана мынау қосу дегенде жаңағы тоққа қатысты жүреді, қолданылады мифтахул кахраба деген сияқты. Ал негізінен мынау мифтах деген сөз ашатын құрал деп осыған ғана қатысты қолданылады. Мифтах, ашатын құрал. Мифтах ол бізде кілт, ашқыш деген сөз. Түсіндік қой? Келесі сөз бізде сипатты білдіреді, ол бізде муртафи, жоғары биік, жерден биіктеп тұрған, жоғары деген сөз. Биік, еңселі, асқақ, көтеріңкі. Тағы да бір мағынасы бар, көтерілуші, биіктеуші деген де мағынасы бар. Биіктеп көтеріліп бара жатқан бір адамға хада раджулун муртафи дейміз. Ана ер адам көтеріліп кетіп бара жатыр деген сияқты. Иә? Сосын ауруға қатысты, ракқа қатысты, рак деген ауру мысалы кетіп жазылып кеткен кезде айтамыз. Иә? Саратан муртафи деген сияқты. Немесе марадон муртафи, иә? Жазылып кеткен, кетіп қалған рак, ісік ауру деп айтамыз. Енді көбінесе бұл ең көп қолданылатын мағынасы осы биік. Сол үшін көппен беріп қойдық. Биік.
Осы муртафи деген сөзге мағыналас сөздер бізде алин деген бар, бұлда да жоғары, биік деген сөз, сосын рафи деген бар. Рафи, биік. Муртафи деген сөзіміз етістігі 8-ші баптағы иртафаа, яртафиудан шығады. Биік бол, жоғарла, иртафи деген сияқты, жоғарлама, ла тартафи деп айтамыз. Иртафаның негізгі мағынасы көтерілу, биіктеу, тұру, жоғарлау, сонымен қатар ауруға қатысты айтылғанда жазылып кету, кетіп қалу дегенді білдіреді. Иртафа аль-марад, ауырып кетіп қалды. Иртафа саратан, рак кетіп қалды деген сияқты. Бұған қарама қарсы сөз бізде мунхафид, төмен деген сөз. Мунхафид, төмен, ойпаң, аласа, бойы кішкентай, жерге жақынырақ нәрсені мунхафид дейді. Бізде мынау неде аджурмия өткен кезде, грамматика өткен кезде, соңы даммамен аяқталатын сөздерді рафа дейді, немесе марфу, рафа дейді. Сосын барып насып дейді, одан кейін барып соңы кәсірамен аяқталған сөздерді хафт деп атайды. Куфалықтар хафт дейді. Міне осыдан шығады, осы екеуі. Рафа, муртафиа, жаңағыдай биік болу, жоғарылау дейді, сосын хафт деген төмендеуді білдіреді. Мунхафид жерге жақын, төмен деген сөз. Аласа. Сонымен қатар түсуші, түсіп келе жатқан адамға мунхафид дейміз. Бұның мағыналас сөздері бізде вадий деген бар. Вадий, бұл мәртебе жағынан түсіп қалған адам. Былайша айтқан кезде жағдайы, мәртебесі бәрі төмен адамды ражулун вадий дейміз. Түкке тұрғысыз, бейшара, жаман адам деген сияқты. Сосын дәни деген бар. Бұл да төмен дегенді білдіреді. Дәни. Дуния деген сөз осыдан шығады. Дуния, жақын өмір, төмен өмір деген сияқты, Мунхафидтің етістігі инхафада, янхафиду 7-ші бап, инхафид бұйрығы райы. Төмен бол, төмен түс, инхафид деген сияқты. Келесі сөзіміз біздің уәсиа, кең. Уәсиа, бұл бізде уәсиа деген, ясау деген етістіктен, немесе уәсуа, яусуудан шығады. Яусуу. Сын есім ретінде көбінесе бұл фауламе шығады, негізі. Уәсуа, яусуу. Негізі. Кабура, якбуру деген сияқты, сағура, ясғуру деген сияқты, уәсуа, яусуу мен шығады. Бұда орында болады, осы келер шағда, яусуу болады. Бұйрық райы усу деген сияқты. Уәсуа, яусуу бізде кеңею, кең бойлу деген сияқтыны білдіреді, қамту. Уәсиа дегенде мағына етістігі бар, бұл көбірек қолданылады. Уәсиа, ясау. Бұл уәсиа деген сөз кең болу, кеңею дегенді білдіреді. Сосын сыйғызу өзінің ішіне, қамту деген сияқты мағынаны білдіреді. Мысалы айтайық, хазал жаураб, мынау нәски ясауни, немесе ясау риджли деген сияқты. Мынау нәски менің аяғыма сияды, немесе маған сияды деген сияқты. Яса, уәсиа, ясау. Түсіндік қой, Сосын уәсианың тағы бір баламалы астарлы мағынасы бар. Бір нәрсені істей алу, шама келу деген сөз. Шамасы келу, қолдан келу. Мысалы, хазал амру, мына іс ясауни, мен оған шамам келеді, істей алам деген сияқты. Немесе хазал китаб ясауни. Бұл кітап мен оқи алам, шамам келеді деген сияқты, сондай мағынада. Бірақ ең көп қолданылатыны уәсиа ясау, ол бізде кеңею деген мағынаны білдіреді, кең болу, кеңею. Сонымен қатар уәсуада да, олда да жиі қолданылады. Бұлда да кеңею деген мағынаны білдіреді. Жақсы ма? Енді осы екеуінен дәл қайсынан туындады деп ешкім айта алмайды, өйткені ол арабтардан келген нәрсе. Сол үшін біз айтамыз уәсиа, жалпы кең деген сөз. Кең, үлкен, ұлан байтақ, сыйымды деген сияқты. Уәсиа. Және Алла Тағаланың әл-уәсиа деген көркем есімдерінің бірі бар. Енді осы уәсиа, кең деген сөзге мағыналас бізде мынандай сөз бар. Кабир, үлкен, рахб, құшақ жайдым деген кезде мархабан дейміз. Содан шығады. Құшағымды кеңге жайдым деген сияқты. Рахб деген сөз кең дегенде. Фасих, фасих жәннат, біз айтамыз. Бір қайтыс болған кезде асканаху фасиха жәннатихи дейміз. Алла Тағала өзінің кең жәннатына ол кісіні орналастырсын деп айтамыз. Фасих. Арид деген бар. Ені кең нәрсеге айтылады. Арид. Шәсиа дейміз. Ұшы қиыры көрінбейтін кең даланы, мысалы айтайық, фадаун шәсиа дейді. Сухбун шәсиа дейді. Кең деген сөз. Сосын фадфат деген бар. Бұл киімге қатысты. Қамисун фадфат, немесе жилбабун фадфат, етек жеңі кең, көйлек деген сөз. Фадфат. Мынау барлығы да көп қолданылатын сөздер. Жаттап, кезек-кезек қолданып жүрсеңіздер өте жақсы болады. Енді осы уәсиа, кең дегенге қарама қарсы сөз бізде дайық, тар деген сөз. Дайық, тар, енсіз, ені жоқ, тар, сыйдырмаушы. Сонымен қатар қысылған, шарасыз адамға да
дайық дейді. Немесе халун дейміз. Халун дайық. Қысылтаяң, шарасыз бір жағдай, сондай бір жағдай хал деген сөз. Дайық. Бұл дайық деген сөзіміз біздің дақа ядиқу деген естен туындайды. Тарылу, тар болу, ені жоқ болу. Дақа ядиқу маздары диқун. Яғни бұл таршылық байлыққа қатысты айтылады. Немесе кәдімгі жағдайға қатысты айтылады. То есть тар болса бір жер, оны дақа дейміз. Тура солайдан дақа деген мағынасы тағы бір несі, ол тар болу, ақша бітіп қалу деген сияқты. Содан дайық деген сөз тар дегенді білдіреді. Осы дайық, тар дегенге қатысты ұқсас сөздер сағир, кішкентай. Махдуд, шектеулі, махсур, бұл да шектеулі. Осындай сөздердің бәрі бізге дайыққа ұқсас кейде қолдануға болады. Енді мынау дайық деген сөз, уәсі деген сөз обычно адамдарға қолданбағандықтан бұның көбінесе көпше түрі айтылмайды. Ал егер де сіздер кең адамдар деп айтқыңыз келсе, мысалы, примерно, онда уна қосасыз болды. Уәсиуна, алимуна деген сияқты. Немесе дайық, дайиқуна деп қосуға болады, егер де сіз оны исм фаил ретінде қолданып тұрған болсаңыз, адамға сипат ретінде. Жақсы ма? Мутиун бұл атаа, 4-ші баптан шыққан исмул фаил. Мути, бойсынушы, қызметші. Осы мути деген сөзге мағыналас жақын сөздер бар. Бізде хади деген бар. Кәдімгідей басын төмен түсіріп алып тұрып, қызмет ететін адамды хади. Біз Алланың алдында хади болуымыз керек деп айтады фиқх кітаптарында, иә. Намаз худуъпен оқылу керек деп, иә. Басты төмен түсіріп қойып, кәдімгідей бойсынып оқылу керек. Музин деген де бар. Өте көп қолданылатын сөздердің бар. Музин, хади, мути үшеуде де кәдімгідей бойсыну, басты төмен түсіріп қойып тұрып, бойсыну қызмет қылу деген сөз. Мути деген исм фаил бізде 4-ші баптың атаа ютиудан шығып тұр. Біз бұны өткен дәрістердің біреуінде алғанбыз, иә. Ати уммак, ати валидайка деп өткенбіз, иә. Ата-анаңа бойсын, ати уммак, анаңа бойсын деген сияқты. Мынау атааны бұйрықтайында біз 17-ші сабақта жіктегенбіз. Келесі етістік, енді осы мути дегеніміз бізде бойсынушы болса, бұның қарама қарсы асин болады. Асин, негізі соңында я бар, ол просто ол яны біз алифлам болмаған жағдайда құлатамыз да, соңына кәсіра беріп қоямыз. Мынау ин деп тұрғандығы соңында я бар екендігін білдіреді. Сол я наяққа келіп тығылды деген сөз. Асин, бұл бойсынбаушы керісінше, қарсыласушы, көтеріліске шығушы, күнәһар деген сияқты. Асин. Бұның көпшесі усат, күнәһарлар, қарсыласушылар деген сияқты. Мынау мутиътың көпшесі мутиъуна. Әйел тегін неге айтпайсыз десеңіздер, қиын ешнәрсе жоқ. Мутиъатун болады, тәмарбута қосылады. Сосын көпшесі мутиъат болды. Тура сол асиятун бойсынбаушы. И асият болады. Асият осылай. Асинның ұқсас мағыналас сөздер бізде мутамаррид деген бар, сосын саир. Мутамаррид деген көбінесе жылқыларға айтылады, анау елге нетпейтін асау жылқыларға хисанун мутамаррид дейді мысалы. Асау жылқы деген сияқты. Сосын саир деген бар. Сара ясуру дегеніміз қозу, мынандай бір өгіздің несіне қасиеттерін білдіреді ғой. Сара ясуру деген. Тура солымен саир, өгіз сияқты, бұқа сияқты алдыға қарай ешнәрсеге қарамай жүгіре беруші деген сияқты мағынаны береді, иә. Бойсынбаушы, қарсыласушы деген сияқты. Асин деген сөзіміз біздің мынау аса яси деген етістіктен туындаған исмул фаил. Аса яси дегеніміз көтерілу, арнасынан асып кету, суға қатысты айтылады. Асан нәһр дейді. Өзен арнасынан асып кетті дейді. Тура солайынан аса яси деген адамға қатысты айтылған кезде бұл қарсыласу, қарсы шығу, келіспеу, бойсынбау, ешкімге мынандай бір ерке бір балалар болады ғой, соны айтады. Асин дейді. Аса яси. Мынау аса етістігі өте көп қолданылады шариғи мәтіндерде. Сол үшін бұны жаттауға кеңес беремін. Және бұның маздары исиян болады. Исиян. Бұны көбінесе күнә деп аударамыз біз. Күнә. Бойсынбаушылық немесе күнә. Және осының исмул фаилі бізде асин болады, иә. Келесі сөзіміз біздің муаддаб. Екінші баптың аддаба деген етістіктен туындаған исмул фаил. Муаддаб. Аддаба юаддибу дегеніміз біздің әдепті қылу, біреуге әдеп үйрету, тәрбиелеу деген мағынасы бар, негізгі мағынасы. Сосын жазалау деген де мағынасы бар. Түрмеге отырғызып қойсаң біреуді, ол жазаланды мағынасы әдепке келді деген сөз. Түрмеде отырудың жаман екенін білген соң әдепке келді, яғни әдепті қылдым деген сөз. Аддаба юаддибу тәтиб. Осыдан исм фаил туындап муаддаб деген сөз шығады. Муаддаб деген сөз әдепті, яғни әдепті қылуға үйренген, бағынған деген сөз. Әдепті, инабатты, тәрбиелі, сыпайы балаға валадун муаддаб дейміз. Муаддаб көпшесі муаддабуна. Бұған мағыналас сөз бізде мухаззаб деген бар. Мухаззаб деген сөз
Мысалы, сіз адамсыз. Сіздің бойыңызда кішкене бір дөрекі сөйлеп қоятын қасиет бар. Немесе кішкене бір біреуді өсектеп қоятын қасиет бар. Яғни сіз адамсыз, бірақ та сізде жаңағындай тікенек сияқты осындай қасиеттер шығып тұрады сізде. Тікенек сияқты. Яғни біреуді өсектеп қоятыныңыз бір тікенек, ұйықтап қала беретініңіз таң намазына бір тікенек деген сияқты сөйтіп тікенектер шығып тұрады. Сіз жалпы осылай мысалы шариғи мәтіндерді оқу арқылы өзіңізді өйстіп жүрген жеріңізде жаңағындай жақсы жаққа өзгертуге тырысқан сайын сөйтіп тікенектеріңізді сөйтіп шаптыңыз деп елестетіңізші, шауып балтаны алдыңыз да пышақты алып денеңіздегі жаңағы тікенектерді шауып тастадыңыз. Міне сіз сол кезде мухаззаб боласыз. Мухаззаб деген сөз осылайынан тікенектері артық нәрселер алынып жонылып кәдімгідей жып жылтыр болып жасалған нәрсеге айтылады. Мухаззаб деген сөз. Адамға айтылған кезде ол мухаззаб мағынасы муаддаб екеуі бірдей. Мағынасы дұрысталған, артық нәрсесі алынып тасталған деген сөз. Мухаззаб. Латиф деген бар, жұмсақ. Тайиб деген бар, жақсы. Зариф деген бар. Бұл да жақсы, мынандай араласу жеңіл адамдар айтады. Бұлардың барлығы бізде муаддаб болады. Сосын әдепті емес деген кезде ғойрумен жасай салған. Ғойру муаддаб. Кез келген нәрсенің алдына ғойруды қоясаңыз болды. Қарама-қарсын алып шығасыз. Кабир, үлкен. Ғойру кабир, үлкен емес деген сияқты. Қазір оны төменде иншалла талдаймыз. То есть мынау муаддаб дегеніміз әдепті болса, ғойру муаддаб әдепті емес, әдепсіз, тәрбиесіз деген сөз. Ғойру бұл жерде емес деп аударылады. Жәмил әдемі. Егер де сіз адамдарға қатысты айтатын болсаңыз, жумала деп айтасыз. Ал заттарға қатысты просто жәмилатун, жәмилат деп айтылып кете береді. Әдемі, жәмил дегеніміз сыйлы, көрікті деген мағынаны білдіреді. Іске қатысты жақсы. Фи'лун жәмил дейміз, жақсы іс дейміз. Қайырымды іс деп айтамыз, іске қатысты айтылған кезде. Сонымен қатар әл-жәмил деген Алла Тағаланың көркем есімдерінің бірі бар, Инналлаха жәмилун юхиббул джимал, немесе жамал дейді. Шын мәнінде Алла Тағала өте әдемі, көрікті, және де ол тек қана әдемі істерді жақсыларды ғана жақсы көреді дейді. Сондай хадис бар, бізде. Енді осы жәмил деген сөзге мағыналас қолданылатын сөздер бізде тоже самай. Жаңағы бағанағындай латиф, жұмсақ, хасан, жақсы, раиъ, керемет, жәйид, жақсы, тариф, жақсы, мумти, қызықты, жақсы, тайиб, жақсы, бұлда да бағана алғанымыздай мумтаз, өте керемет, рая сияқтысын, жаззаб, тартымды. Бұлардың бәрі бізде жәмил дегенге ұқсас. Жәмил деген сын есіміміздің етістігі бізде жәмула, яджмулу, сен әдем бол деген кезде уджмул дейміз. Бұның маздары жәмәл. Мен бұны ең бірінші сабақтарда айтатын сіздерге. Созу деген өте маңызды деп. Егер де сіз жәмәл деп айтсаңыз, біреуге тұрып, жалпы бір нәрсені жәмәл дейтін болсаңыз, ол түйе деген сөз. Ал жәмәл деп кішкене созсаңыз, әдемілік болады. Әдемілік болады, Жәмула, яджмулу бізде әдемі болу, сыйлы болу, көрікті болу деген сияқты мағынаны білдіреді. Енді жәмилдің қарама-қарсы бізде қабих, ұсқынсыз, некрасивый, урод деген сөз. Қабих. Көпшесі қибах, немесе қабха, немесе қабаха. Қабих дегеніміздің етістігі міне қабуха, яқбухудан шығады. Уқбух. Бұның маздары қабахату, немесе қубхун. Қабуха, яқбуху деген сөз ұсқынсыз болу, жиіркенішті болу, нашар болу, түрі әдемі емес болу деген сияқты. Түрі жағынан және мінез жағынан да. Нашар, дөрекі, тұрпайы, сондай невоспитанный болу, оның бәрі қабуха, яқбуху болады. Және бұдан қабих деген шығады, осындай кісілер деген сөз. Яғни ұсқынсыз, оңбаған, жиіркенішті, нашар, дөрекі, тұрпайы деген сияқты сондай мағыналарды білдіреді. Осы қабих деген сөзге ұқсас қолданылатын кейбір сөздер бізде бәши деген болады. Тілінен боғауыз түспейтін адам бәши дейді. Сәйи, жаман, бағит, жек көрінішті, қасында тұрғың келмейтін адамдар болады. Дәмим дейді, түрі уродливый кәдімгідей. Карих, жек көрінішті, макрух деген сияқты. Карих. Фазиъ деген бар, тоже самай, жаңағыдай жаман бүйтіп, қасына тұрсаң кәдімгідей денең тітіркендіріп жүретін нені фазиъ дейді. Ради дейді, жаман. Көбінесе тамақтарға айтылады. Бұзылып кеткен жаман, қасына тұра алмайсың деген сияқты. Сосын шәниъ деген бар. Бұл көбінесе сөзге қатысты, немесе боқтап сөйлейтін адамға шәниъ деп айтады. Сөйтіп, демек осы қабихқа ұқсас осындай сөздер. Келесі сөз бізде нәшр деп берген екен кітапта. Оның етістігін біз өткен дәрістерде алғанбыз, сонда да ескертіп кеттік. Нәшр дегеніміз нәшара яншуру, маздары нәшр, бұның үш түрлі мағынасы бар деп айттық. Бірінші мағынасы ең негізгі көп қолданылатын жаю. Қандай да бір хабарды, иісті, нұрды, сәулені жаю,
жалпы нашара болады. Нашартул хабара, нашартул китаба деп жаю, жариялау, халыққа тарату, басып шығару деген сияқты. Тура сол бұның жаңағындай сәуле иіске қатысты мағынасы бар деп айттық, иә, иісті жаю, аңқыту, сәулені шығару деген сияқты. Екінші мағынасы бұның аралау. Содан миншар деген сөз шығады деп айттық. Ара, миншар. Үшінші мағынасы бар тірілту. Өлгеннен кейін қайта тірілту. Көбінесе шариғи мәтіндерде осы нашара яншурумен келсе, көбінесе бұл қайта тірілту дегенді білдіреді. Кейде жаю дегенде мағынамен келеді шариғи мәтіндерде. Келесі сөзіміз біздің зат есім. Бұл ешқандай сын есім басқа емес. Бұл просто зат есім. Хашап. Ағаш деген сөз көпшесі ақшап. Ағаш, тақтай. Отын деп те аударылады кейде. Бірақ жалпы ағаш тақтай хашап болады. Бір штук кішкентай ғана бір бөлік болса хашабатун болады. Көпшесі хашабат. Бір кесек ағаш, ағаштың бір бөлігі таяқша деген сияқты. Енді осы хашапқа ұқсас мағыналас сөз бізде хатап бар, хатап. Және уд. Уд деген мынандай таяқшадан жасалған кішкентай ғана таяқша, соны уд дейді. Және де ху, ка, ни дегендерді берген екен. Бұлар қосылып жазылатын есімдіктер. Біз бұны 8-ші сабақта толықтай талдап өткенбіз. Бұл нәрселер өтілген. Зат есіммен қосылған кезде қалай болатындығы, етістікпен қосылғанда қалай болатындығы бәрін өткенбіз. Енді құрметті бауырлар, біз ғойру сөз арқылы сын есімнен оның антонимін жасауды үйренеміз. Ғойру сөз арқылы, міне ғойру сөз арқылы оған сын есімді қосқан кезде қарама қарсы шығады. Сөйтіп емес деген сөз болады. Мынау ғойру емес деп аударылады. Сын есімге ғойруды қосқанда. Мысалы, сын есім дегеніміз не өзі? Сын есім дегеніміз бір нәрсенің түр-түсін білдіреді. Түрін, түсін білдіреді, цветін. Сапасын білдіреді. Күшті ма, күшті емес па деген сияқты. Сипатын білдіреді. Үлкен, борсық, арық деген сияқты. Салмағын білдіреді. Килограмм бойынша, басқа бойынша. Көлемін білдіреді. Кең, тар деген сияқты. Дәмін білдіреді. Тәтті, ащы, тұзды деген сияқты. Иісін білдіреді. Иә? Сасық, сасық емес деген сияқты. И так далее. Жалпы осындай кез келген осындай нәрселерді білдіретін сөздерді бізде қазақ тілінде сын есім дейді, араб тілінде сыйфа дейді. Сыйфа. Қазақ тілінде сын есім дейді. Не ол сын есім деген кезде? Түр-түсі, сапасы, сипаты, салмағы, көлемі, дәмі, иісін білдіретін сөздер. Енді араб тілінде осындай сын есімді білдіретін 9 түрлі формуламен жасалады деп айттық біз сөздер. Ең көп кездесетіні мынау фаил формуласымен жасалады. Мынау ертегі фаил, әйелдегі фаилатун. Ең көп кездесетіні. Мысалы, карим, жомарт. Енді біз бұған ғойруды қосқанда ғойру каримин деп айтамыз. Ғойрудан кейінгі сөз кәсірамен болады. Ғойру каримин. Жомарт емес. Мысалы, кездеспай каримун дейміз. Кездеспай карим, жомарт. Руслан ғойру каримин дейміз. Руслан жомарт емес. Немесе Руслан бахил деп айтамыз. Ғойру каримнің мағынасы бахил. Ғойру карим, жомарт еместің мағынасы бахил. Жадный, сараң. Бахиля, сараң. Мысалы айтайық, Марьям бахиля. Марьям сараң. Зайнаб ғойру бахиля. Ғойру бахиля. Ғойру деген сөз ертегі, әйелтегі таңдамайды. Постоянно ғойру болады. Одан кейінгі сипат өзгеріп тұрады. Ғойру бахиля. Зайнаб ғойру бахиля. Зайнаб сараң емес. Мен сіздерге мынандай мысалдар келтіріп отырмын, потому что мынау ертегі, әйелтегі келтіріп отырмын. Фаил, фаиля. Jamil, jamila. Карим, карима. Тауил, тауиля. Осы кете береді. Тауил ұзын. Мұхтар тауил. Немесе тариқун тауил. Тариқун ғойру тауил. Ұзын емес. Қасиратун, қысқа. Қаламун, қалам емес. Мысалы айтайық. Мистаратун қасира. Қысқа сызғыш. Мистаратун қасира. Мистаратун ғойру қасира. Қысқа емес деген сияқты. Келесі сын есімнің формуласы бізде фаил формуласы жасалады. Бағанағы сияқты фаил деп созылмайды, просто қысқа. Фаил. Бұның женский роды әйелтегі фаилатун деп жасалады. Көбінесе көңіл күйді білдіреді. Адамның көңіл күйін білдіреді көп жағдайда. Мысалы, қалиқ. Алаңдап тұратын. Бір нәрсеге алаңдап етіп, тыпыршып тұра алмай тұрған кезде қалиқ дейді. Алаңдап тұрмын, уайымдап тұрмын деген сияқты. Қалиқ. Ғайру қалиқин. Алаңдаулы емес. Ана ғойру қалиқ. Мен алаңдап тұрған жоқпын деген сияқты. Фарихатун. Қуанып тұр. Тыпыршып, қуанып, кәдімгі бірінші орын алдым, қазір медаль алам деген сияқты қуанып тұрған кезде қыз балаға фариха. Мариям фариха. Мариям қуанып тұр. Мариям ғойру фариха. Мариям қуанып тұрған жоқ. Қуанышты емес. Марих. Осы фарихқа ұқсас, бірақ марих дегеніміз бұл
көңілді болып тұрған кезде айтылады. Қуанып тұрғандық емес, просто көңілді. Тамағы тоқ, жылы, бәрі күшті, сонда мәрих болады. Ғойру мәрих көңілді емес, мұңды болып тұрған кезде. Хазин деген сөз. Таиба, шаршап тұр. Гүлайым таиба, гүлайым шаршап тұр. Гүлайым ғойру таиба, гүлайым шаршап тұрған жоқ. Ғойру таиба. Я? Келесі сын есімдеріміз біздің фа'ал формуласымен жасалады. Фа'алатун, женский роды. Фа'алун, фа'алатун. Мысалы, са'бун, қиын, ауыр. Ғойру са'бин, ауыр емес. Сахлатун, жеңіл, оңай. Ғойру сахлатин, оңай емес, жеңіл емес. Дахмун, үлкен, алып. Ғойру дахмин, үлкен, алып емес. Шахматун, қайсар, шахма, қайсар, кәдімгідей. Көбінесе тигрлардың, арыстандардың несіне айтылады сипатына. Шахматун, қайсар. Ғойру шахматин, қайсар емес. Келесі етістіктердің сын есімдердің формуласы бізде фу'лун, фу'латун формуласымен жасалады. Мысалы, сульбун, қатты. Ғойру сульбин, қатты емес. Мынау тығыздыққа қатысты. Темір, сульб, кәдімгідей қатты ол. То есть твердый деген сияқты, я? Упругий, твердый. То есть ол андай ағаш сияқты, сым сияқты майыспайды ол. Ол сульб, қатты ол. Және бұның несі ғойру қосқан кезде ғойру сульбин болады. Хулватун, тәтті. Халва деген сөз осыдан шығады, кстати. Хулва, тәтті. Женский родта тұр, әйел тегінде тәтті емес. Ғойру хулватин. Келесі сын есімдеріміз біздің фа'ал формуласымен жасалады. Фа'ал, яғни батал, батыр, батыл. Ғойру баталин, батыл емес. Руслан ғойру батал, Руслан батыл емес деген. Хасанатун, жақсы. Бір нәрсеге қатысты, я? Мысалы, сайяратун хасана, жақсы машина. Сайяратун ғойру хасана, жақсы емес машина. Онша емес деген сияқты. Кейін фуалун формуласымен жасалатын сын есімдер бар. Женский роды фуалатун. Байқаған болсаңыздар, бәріне просто тәмарбут қосылып кетір. Бәріне тәмарбут қосылып кетір. Женский родтарда. Фуал, мысалы, шужа, батыр, ержүрек. Ғойру шужаин, батыр емес, ержүрек емес. Қыз бала болса, шужаатун болады просто, и все. Хумаматун, айбынды, женский родпен жасалып тұр. Ұл бала болса, хумамун. Ғойру хумаматин, ғойру хумамин, айбынды емес. Айбынды деген андай сарбаздар, я, көбінесе әскердегі адамдар сондай болып көрінеді адамға. Хумама, кәдімгідей денесі тік, алдыға сенімді қарайтын адамды айтады. Сосын фа'ал формуласымен жасалатындар бар. Мысалы, жабан, қорқақ. Ғойру жабан, қорқақ емес. Санаатун, қыз бала мысалы, ісмер, қолынан көп нәрсе келетін қызды санаа дейді. Қолынан түк келмейтін қызды ғойру санаа дейді. Ісмер емес, мастер емес. Және атақты біздің аф'алу формуласындағы сын есімдер бар. Бұлар көбінесе түр түсті білдіреді, цветті білдіреді. Қызыл, ақ, қара деген сияқты. Адамның бойындағы айыпты білдіреді. Ақсақ, соқыр, мылқау деген сияқты, таз деген сияқты. Сосын артықшылықты білдіреді. Артықшылық. Көзі қою, қара, көзі үлкен, әдемі деген сияқты. Аф'алу ертегі бұл. Женский роды бұның фа'ла формуласымен жасалады. Аф'алу ертегінде, фа'ла әйелтегі. Мысалы, абияд, ақ. Ғойру абияда, ақ емес. Бұлардың соңында кәсіра қабылданбайды бұлар. Ғойру абияда, ақ емес. Женский роды бұның байда болады. Байда, ғойру байда. Кахла, міне әйел тегінде тұр. Кахла, қара көз, қыз бала. Ғойру кахла, көзі қара емес, қара көз емес. Асамму, саңырау. Ғойру асамма, саңырау емес. Хамқау, ақмақ. Ғойру хамқаа, ақмақ емес. Сосын ең соңғы сын есімдердің түрі формуласы бізде фа'лан формуласымен жасалады. Бұның женский роды әйел тегі фа'ла формуласымен жасалады. Бұлар көбінесе бір нәрсенің толып тұрғандығын немесе жетіспей тұрғандығын білдіреді. 11-ші сабақты көрсеңіздер, 11-ші сабақта біз сын есімдерді өткенбіз. Соған қосымша қарап қайталап алсаңыздар болады. Мысалы, ертеңде ғадбану ашулы. Ғойру ғадбана ашулы емес. Мынау соңында бізде фатха болады. Кәсіра қабылдамайды бұл сөздер. Осы екі формула именно аф'алу мен фа'лану формуласындағы сөздер кәсіра қабылдамайды. Жауа аш әйел адам. Ғойру жауа аш емес. Яқдану ояу. Ғойру яқдана ояу емес. Атша шөлдеу, яғни шөлдеп тұрған адам, шөлдеу. Ғойру атша шөлдеп тұрған жоқ деген сияқты. Міне бүгінгі біздің сабағымыз осы. Енді кітапқа көңіл аударайық. 18-ші дәріс. Әд-дәрсу әт-тәмина.
الثامنة عشرة. قفل құлып, صندوق сандық, михраз немесе михраз бұл бізде біз ойып тұрып десетін нәрсе. Мифтах, мафатих, кілттер, صندوق, санадиқ, сандықтар, михраз, махариз, біздер. Құфілдің көпшесі айырылмапты, жақсы. Муртафиа, биік, мунхафид, қарама-қарсы, төмен. Уасиъ, кең, дайиқ, тар. Мутиъун, бойсынушы, асин, бойсынбаушы. Муаддаб, әдепті, ғойру муаддаб, әдепті емес. То есть қараңыздар, құрметті болар. Мынау ғойру деген сөз, енді біздің тілде де бар, ол кез келген тілде сиқырлы сөз ғой. Яғни қандай нәрсенің алдына, қандай сипаттың алдына ғойруды қойып жіберсең, қарама-қарсы жағы келеді болды. Мысалы сен муртафиътың антонимін, мынау мунхафидті есіңе түспей тұр ма? Ғойру муртафиъ дей сал болды. Ғойру муртафиъ. Уасиъ, мынау дайиқ деген сөз есіңе түспей тұр ма? Ғойру уасиъ дей сал деген сияқты ғой. Түсіндік, Жәмил, ғойру жәмил десең әдемі емес. Немесе жәмилдің қарама-қарсы міне қабих. Ұсқынсыз, некрасивый, урод. Иқфал. Мен енді білмеймін бұл кітаптың авторы қалай жасаған. Меніңше, мына жақта ақфал болуы мүмкін. Просто мына кітапты кейін жинақтаған кісілер шатысып иқфал деп маздара айтқан болуы мүмкін, бірақ менің ойымша ақфал болуы мүмкін бұл. Яғни сөйтіп мынау барып мынаның көпше түрі болып тұру керек деп ойлаймын. Мен бұл ойым ғой. Автордың ойын білмеймін ғой мен. Жалпы айтып жатқаным. Сонда мынау каждый нәрсенің көпшесі шыға келеді. Сосын нәшр дегеніміз, бұл бізде нәшр яншуру, өткен дәрістегі миншардың маздары бұл. Аралау. Хашап дегеніміз ағаш, тақтай. Сосын мынау ху, ка, ни дегендеріміз бұл бізде қосылып жазылатын есімдіктер. Біз бұны өткен дәрістерде өткенбіз. Енді біз бұл жерде бастауыш, баяндауыш тауып жатпаймыз, просто жай ғана оқып шығайық. Курсиюн муртафиъ. Курси ол не, ол орындық. Қандай? Муртафиъ, биік орындық. Бағана біз өткен сөздерді қойып жатықсаңыздар болады. Мысалы, курсиюн рафиъ, биік орындық. Курсиюн алин, биік орындық. Курсиюн мунхафид, төмен орындық. Курсиюн дани, төмен орындық деген сияқты. Валадун мутиъ, бойсынатын бала. Валадун мутиъ немесе валадун хадиъ деген сияқты. Мысалы, сөйтіп бағана өткен сөздерді қойып жатқа берсеңіздер болады. Валадун асин. Асин, яқта я бар, негізі просто ол я түсіп қалып, яқта тәнвинмен, кәсірамен жазылады. Сөйтіп валадун асин, бойсынбаушы, қарсы шығушы бала. Тилмизун муаддаб, әдепті, оқушы бала. Қаламун жәмилун, әдемі, қалам. Миншарун кабир, үлкен ара. Миншарун кабир. Сондуқун сағир, кішкентай ғана сандық. Михразун кабир, үлкен, біз. Валадун қабих, түрі ұсқынсыз бала. Ахи юқфилу сундуқа әл-кабира. Ахи, менің ағам. Юқфилу, төртінші бап. Ақфала юқфилу, құлып салу, құлыптау. Ас-сундуқ әл-кабира. Менің ағам үлкен сандықты құлыптап жатыр, құлып салып жатыр. Айнал мифтаху, кілт қайда? Біз бағана мифтахтың, фатаханың 3-4 мағынасын айттық, бірақ соның ішінде мифтах именно ашуға ғана қатысты қолданылады. Ашушы құрал. Айнал мифтах, ашатын құрал қайда? Кілт қайда? Хуна я ахи, мына жерде. Ей бауырым. Я ахи, ей бауырым. Хуна, мына жерде. Хуна дегеніміз бұл жерде баяндауыш. Бастауышы мынау тұрған мифтах. Жасырын тұр ол просто. Қайда? Кілт қайда дегенде? Кілт мына жерде. Кілт мына жерде. Яқты жасырын кілт деген сөз бар. Ал мифтаху хуна я ахи. Кілт мына жерде, ей бауырым. Хатил қуфла. Бір адамға айтып жатыр. Ал қуфл. Құлыпты бер маған. Хатил қуфла. Уқфилил баба. Есікті жауып қояйын, құлыптап қояйын. Хатил қуфла. Уқфилил баба. Ақфала юқфилудан шығады. Уқфил. Мына жерде сукун. Бұйрық райынан кейін осы келер шағымен айтқан кезде, бір сөйлемнің ағымында бұйрық райын айтып барып, осы келер шағын айтқан кезде, оғанда да сукун беріледі. Өйткені бұл түсіндіруші мағынада келіп тұрады, мысалы. Құлыпты бер деген кезде, не үшін деген сұраққа жауап беріп тұрады. Не үшін құлыпты бер, не үшін есікті жабу үшін деген сияқты. Сондай мағынада. Біз бұл болашақта өтеміз. Қазір пока осы жаттыға беріңіздер. Хатил қуфла уқфилил баба деп тұр. Уқфилил баба. Негізі уқфил сукун мен әл-баба негізі. Просто мына екі сукун кездесіп қалған себепті
мына сукунды кулатат да оның орнына кәсра береді. Ат-тилмизул мути'у юхиббуху муаллимуху. Бойсунушы оқушыны не дейді? Юхиббухул муаллимуху. Оның мұғалімі юхиббуху, ахабба юхиббу, жақсы көреді. Бойсунушы оқушыны мұғалімі жақсы көреді. Нашарту міне, нашарту қараңыздар. Контекст деген қалай? Контекстпен білеміз деп айтамын осы, қараңыздар. Нашарту үш түрлі мағына шығып тұр басыңызда сіздің. Словарды жаттағаныңыз. Жаю, тарату, қайта тірілту, аралау. Контекстке қарайсыз. Нашартул хашаба, ағашты жай аласыз ба сіз? Жоқ. Ағашты қайта тірілте аласыз ба сіз? Жоқ. Не істей аласыз? Ағашты аралай аласыз. Сол себептен нашартудың мағынасы тек қана аралау болады. Нашартул хашаба бил миншарил кабир. Ағашты үлкен арамен нашарту, араладым болады. Иә? Қатаату. Қатаа деген екі түрлі мағынасы бар. Кесу және жүру деген мағынасы бар. Қатаату тариқ мысалы. Жаңағыдай жолда отырып алдым да біреудің жолын кестім. Мағынасы қарақшы болдым деген сөз. Разбойник болып қарақшы болдым. Сосын қатаату тариқа деген сөз, жүріп өттім жолды. Және қатаату деген кесу деген мағынасы бар. Хашаб, ағаш. Разбойник бола аласыз ба? Жоқ. Ағаш жүріп өте аласыз ба? Жоқ. Тек кесе аласыз. Сол себепті қатаатудың мағынасы бұл жерде тек қана кесу. Қатаатул хашаба бил фәсил кабири. Ағашты үлкен фәс балтамен кестім. Немесе бұл жерде уже кесу болмайды, балтаға қатысты біз шабу деп айтамыз. Ағашты үлкен балтамен шаптым. Әл-муаллиму, мұғалім, юхиббу тилмизал мути'a. Мұғалім бойсынушы оқушыны юхиббу, жақсы көреді. Бұйрықтарына жіктеп өздеріңіз үйренсеңіздер болады. Әл-валадул аси, міне, бойсынбайтын бала, көрдіңіз бе, яға айтып келді міне. Өйткені алифлам қосылып тұр. Әл-валадул аси, бойсынбайтын бала, ла юхиббуху муаллимуху. Мұғалімі жақсы көрмейді. Яқта міне, ат-тилмизул мути'у юхиббуху муаллимуху деп айтты. Бойсынатын оқушыны мұғалімі жақсы көреді. Ал енді керісінше, әл-валадул аси, бойсынбайтын баланы, ла юхиббуху муаллимуху. Мұғалімі жақсы көрмейді. Фатахту сундуқа сағира. Кішкентай сандықта фатахту, аштым. Жіктеп отырып, осындай сөйлемдер қарау сызыр болады. Мысалы, үлкен кішкентай сандықты аш. Ифтахи сундуқа сағира. Қыз бала, ифтахи сундуқа сағира деген сияқты осылай жаттықсаңыздар болады. Удхули радхатал васи'a. Радха бізде зал деп айттық, фае деп айттық. Мысалы, дворецтерге, сарайға кірген кезде бір кірген беттегі үлкен зал тұрады ғой бірінші. Соны радха дейді. Залға кір. Удхул радхата ал-васи'ата. Кең залға кір деген сияқты. Дахалтул худжрата ад-дайиқата. Тар бөлмеге дахалту кірдім. Абука юхиббука. Сенің әкең сен жақсы көреді. Нау кәф бірінші тұрған. Абука сенің әкең деген кезде зат есімге қосылып тұрған кәф. Юхиббука деген кездегі кәф етістікке қосылып тұрған кәф. Екеуі бірдей ма десе жоқ, екеуі екі түрлі. Екеуі де бірдей жазылып тұр. Ка сен дегенді білдіреді, бірақ екеуі екі түрлі. Абука деген кездегі кәф бұл жар жағдайда тұр. Жар. Сенің әкең деген сияқты. Зат есімге қосылып тұр. Юхиббука деген кезде мынау кәф бізде насып жағдайында тұр. Насып, тоқтаушы, сені жақсы көреді деген сияқты. Сол үшін келтіріп қойған бұны мысал ретінде. Абука юхиббука. Сенің әкең сені жақсы көреді. Ахи юхиббуни. Менің бауырым мені жақсы көреді. Мынау я мен, мынау я бірдей емес. Мынау зат есімге қосылған я, ол жар жағдайында тұрады. Юхиббуни деген кездегі я, бұл етістікке қосылған я, ол насып, яғни толықтауыш жағдайында тұрады. Мафрулун бихи жағдайында тұрады. Уктубил мактуба бихадал қаламил джамил. Мактуб дегеніміз хат. Уктубил мактуба. Хатты жаз. Бихадал қаламил джамил. Мынау әдемі ручкамен дейді. Мынау әдемі ручкамен. Хада валадун муаддаб. Мынау әдепті бала. Ана ухиббуху каthиран. Мен оны көп жақсы көремін дейді. Немесе қатты жақсы көремін. Ухиббуху каthиран. Біз қатты жақсы көреміз деп аударамыз. Хотя ол жерде көп деген сөз тұрғанмен де біз оны қатты жақсы көремін деп аударамыз. Біз оны көп жақсы көремін деп айтпаймыз қазақ тілінде. Аударған кезде қазақ тілінде біз соған тоже қарап отырамыз. Мысалы, мынау әдепті бала, мен оны көп жақсы көремін деп айтпаймыз біз қазақша. Біз айтамыз қатты жақсы көремін деп. Хотя арабтар каthиран деп айтады. Ана ухиббуху каthиран. Немесе ана ухиббуху шадидан деп айтуға болады. Шадидан, өте қатты жақсы көремін деген сияқты. Бұл арабша нелер,
мәтіннің қазақша аудармасы негізі арабша мәтінді де тоқтатып қойып, өздеріңіз бірінші аударып, содан кейін барып менімен салыстырсаңыздар болады, сол дұрысырақ болады. Және келесісі мынау бізде қазақша енді мәтін, бұны осы жерден тоқтатасыздар, өздеріңіз жасап шығасыздар, потом мен қазір неткенде соған салыстырып отырасыздар. Аударған кезде соған салыстырып қарап отырасыздар. Әдепті бала, уаладун муаддаб. Әдепсіз бала, уаладун гойру муаддабин. Бағынбайтын оқушы, уаладун асин. Үлкен бұзау. Иджлун кабир. Үлкен орындық. Курсиюн кабир. Курсиюн азим. Әдемі қалам. Қаламун jamil. Қаламун мумтиъ. Қаламун раиъ. Қаламун мумтаз. Әдемі қаламды бер. Хатил қаламал jamila. Кішкентай балтаны ал. Худил фәсәс сағира. Кішкентай ара. Миншарун сағир. Ұзын пышақ. Сиккинун вәсиъ. Тауил. Сиккинун тауил. Үлкен балта. Фәсун кабир. Кітаптар қай жерде? Айнал кутуб. Үлкен шкафта. Фи хизанатин кабиратин. Үлкен терезені аштым. Фатахтун нафизатал кабира. Немесе фатахту шуббакал кабира. Есікті құлыптадым. Ақфалтул баба. Немесе қафалтул баба деп айтуға болады, бірақ көбінесе төртпен айтамыз. Ақфалтул баба. Үлкен есікті құлыпта. Ақфил. Бұйрық райында. Ақфилил бабал кабира. Үлкен есікті құлыпта. Бұл үлкен сандық. Хада сундуқун кабир. Кішкентай орындық. Курсиюн сағир. Сыпыртқы қайда? Айнал микнасату. Бүгінгі дәрісіміз міне осы. Хада валлаху а'лам. Субханакаллахума ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астағфирука ва атубу илейк.